الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem cemaat, Allah subhanahu wa ta'ala tutkan varadularımızı kabul etsin. Başkalarımızın muhtarlıkta yapılan kadınlarımızı Allah Teala kullarımızı geçirip soğuklarımızı isilip ceza versin. Жалпы ораза айында болғанымыз үшін, ораза айына келгеніміз үшін, Рамазан айына келгеніміз үшін біз ораза жайлы кішкене бір сөз қозғап кетейік. Ұзақ қайта қойып, қатты соғысты жібере қойып, иншалла. Жалпы шариғатта бізде имам Қушайри деген үлкен ғалым өткен. Имам Қушайри өте сондай білімді ғалым кісі болған, өте бір жағынан уағызды жақсы айтатын кісі болған. Жалпы шариғатта бір кісі білімді, бір жағынан уағызды біріктіруі өте сирек. Білім менен уағызды екеуін біріктіру өте сирек іс. Алла субханала біреулерге нәсіп етеді сол нәрсені. Біреулерге нәсіп етпейді. Енді ол кісінің уағыздың соншалықты күшті айтатындығы бір кісінің ол кісі жоқ былай айтады. Егер ол кісінің мәжілісіне ібіліс қатысатын болса дейді, ібіліс тәубе етер еді деген. Сондай үлкен бір ғалым болған. Сол кісінің Латаифул Ишарат деген тәфсірі бар. Сол тәфсірінде осы оразаға қатысты бір несі бар. Сол нені айтып келе салайық, иншалла. Астағиз билlah. Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون деген аят келеді. Осы аяттың тәфсіріне қатысты ол кісі былай дейді. Жалпы бізде оразаның екі түрі бар дейді. Оразаның екі түрі бар дейді. Біріншісі сыртқы ораза, екіншісі ішкі ораза дейді. Біріншісі сыртқы ораза, зоғир деп аталады, ішкі ораза батын деп аталады. Осы екі түрлі ораза бар дейді шариғатта. Имам Ғазали рахматуллахи алейхи былай дейді. Оразаның үш түрі бар дейді осы. Біріншісі денемен ораза болатын болса, екіншісі тіл оразасы, үшіншісі жүрек оразасы болса. Осы үшке бөледі. Жалпы Алла субханаху ва тағала сіздерді Рамазан айын ораза ұстауымыздың негізгі хикметін тек қана аштықпенен, тек қана жаңағыдай өзіміздің жыныстық қатынастан тыюымен емес, негізгі мақсаты бізді тәрбиелеу. Асылында негізгі мақсат осы. Енді сол кісі айтады, жалпы біздегі оразаның сыртқы нәрсесі бұл дейді, мысалы азаннан кешке дейін оразаны бұзатын істерден өзінің бойын аулақ ұстау. Оразаны бұзатын істер деген кезде біздер фиқ ғалымдары, фақихтар оразаны бұзатын істер біздерде жалпы 3-4 түрлі нәрсе бар бізде. Оразаны ішке қарай келетін 4 түрлі не бар бізде ағза бар. Біріншісі ауыз болса, екіншісі мұрын, үшіншісі іштен егер жара ашылған болса, іштен ашылған жара, төртіншісі осы біздің үлкен әжетті шығаратын жеріміз. Осы 4 жерден бір нәрсе кіретін болса, ішке қарай. Бұл оразаны бұзады. Оразаны бұзады. Құлақтан кіретін нәрсеге қатысты, немесе бастан ашылған жараға қатысты ғалымдарымыз түрлі пікірталаста болған, бірақ біздер айтамыз, құлақтан кіретін нәрсе оразаны бұзбайды дейміз. Неге? Өйткені қазіргі таңдағы медицина бұл нәрсені зерттеген, бұл құлақ ішке қарай алып баратын не емес, жол емес. Ішке қарай алып баратын жол емес. Сол үшін де құлақтан кіретін нәрсе оразаны бұзбайды. Мейлі ол май болсын, мейлі су болсын, оразаны бұзбайды. Енді бұл сыртқы нәрсеге қатысты. Сыртқы нәрсеге, яғни енді ішкі ораза дегеніміз не? Имам Қушайридан ішкі ораза дегеніміз деген кезде бұл жүректі дерттерден сақтау дейді. Қараңыз, жүректі дерттен сақтау дейді. Соумул минал афат дейді. Соум минал афатил қулуб дейді. Афат деген сөзіміз не? Афат деген сөз дерттер ғой. Адамның қазіргі таңдағы үлкен проблемалары біздің дерттер, іштегі дерттер ғой. Біреуде тәкаппарлық, біреуде көре алмаушылық,
біреуде рия, біреу көрсін, біреу естісін деген нәрсеменен адамдардың осы оразадан ғапыл қалып жатыр. Жүрек оразасынан. Ішкі ораза деген досы. Жалпы рия деген бар, және де самаға деген бар. Рия деген самаға деген нәрсе бар. Рия деген сөзіміз, мысалға мен қазір тұрамдағы айтпаймын, жалпы тұрамда намаз оқимын да, мысалға. Намаз оқыған кезімде қасымда кісі көріп тұр мені. Мен оқыған кезімде жалпы жеке оқитын болсам, мысалға мен 1-2 минутта бітіре саламын да, намаз үшін. Бірақ ана кісі қарап тұрғанда үшін мен не істеймін? Созамын. Бір 10 минуттай оқимын да, примерно 15 минуттай оқимын, немесе 5 минутта, примерно ана кісі көретіндей оқимын да, мысалға. Бұл рия деп аталады, яғни біреу көрсін деп оқиды. Ал самаға деген нәрсене сіз өзіңіз құлшылық қылдыңызда, мысалға ше, түнде қараңғыда тұрдыңыз, төсектен, тәтті төсектен тұрдыңыз да, неге дәрет алдыңыз, бірақ ешкім көріп тұрған жоқ сіз ше, білмейді ешкім сізді. Түнде тұрып, дұға еткеніңізді, көзіңізден раса қызғаныңызды ешкім көрген жоқ. Алла субхана ва тағала екеуіңіздің араңыздағы шаруа еді. Бірақ сіз не істедіңіз? Тұрдыңыз, айттыңыз ғой, қасыңыздағы кісіге ше, түнде сағат 3-тен кезінде дала салқын болды деп айтып қалдыңыз да. Немесе сағат түнгі 3-тен кезінде жаңағыдай бір нәрсеге болды деп мысалға. Сіз өзіңіздің істеген құлшылығыңызды оған айтып қойып жатсыз да. Бұл есту үшін айтылады да. Бұл біреу көріп тұрған жоқ аслында. Бірақ ана кісі естісін деп сіз өзіңіздің құлшылығыңызды айтып қойдыңыз да. Бұл жүректің дерті, қараңыз. Бұл жүректің дерті. Осы Рамазан айында біздер осы оразаны оқуымыз керек аслында. Негізгі тәрбиеміз Алла субхана ва тағалаға сіздердің аштықтарыңыз, сіздердің азынан кешке дейін өзіңіздің жаңа тұтқаныңыз керек емес дейді Алла субхана. Алла субхана ва тағалаға сізге керек нәрсе бұл не? Сіздің Рамазан айында тәрбиеден шығуыңыз ғой. Жүрегіңізді тәрбиелеу, жүрегіңізді осы дерттерде, көреалмаушылық дерті болады мысалға, рия дерті болады мысалға, әркімнің жеке-жеке дерттері бар, жүректің дерттері бар. Сол үшін осы айды Алла субхана ва тағала баршамызға сондай бір жүректің дерттерінен арылған күйімізде, Алланың разы болған күйімізде өтуімізді нәсіп етсін.